Баршаңызға сәлем, сіздермен Үрбіш. Бүгін еті өте жұмсақ болып пісетін, аузыңызға салса еріп кететін кешкі ас дайындайтын боламыз. Қыр-сырын білу үшін видеоның соңына дейін көріңіздер. Бұл жерде менде сиырдың еті, кез келген етті қолдансаңыз болады. Енді бұл етті осылай ұзынша етіп, былайша айтқанда соломка деп айтамыз, осылай тігінен турап шығамыз. Енді етті маринадтаймыз. Ол үшін соевый соус және майонез қосамыз. Бұл ет менде жақсылап тұздалған ет, сондықтан тұз қоспаймын. Үстіне бір пиязды ұсақтап турап, қара және қызыл бұрыш қосамын. Жақсылап араластырып, бетін толықтай ауа өтпейтіндей етіп жауып, тоңазытқышқа кемі 2 сағатқа қойыңыз. Мен 5 сағатқа қойдым. Маринадталған ет қанша ұзақ тұрса, сонша жұмсақ әрі тез пісетін болады. Енді қазанымызға сұйық майды құйып, жақсылап қыздырып аламыз. Етімізді салып қуырамыз. Қуырып жатқан кезде қазанның беті толықтай жабық болу керек. Міне осылай пияздың жалпы өзінің сөлі шығып бастайды ғой, міне. Осы сөлі тартылғанша қуырамыз бетін жауып. Көрдіңіздер ме? Мына қазанның түбі көрініп бастады. Құрғақ болып бастаған кезде үстіне су құямыз. Етті қатты батырып жіберудің қажеті жоқ, осылай кішкене бетіне шығып тұру керек. Енді толықтай бетін жауып, жай отта осылай суы тартылғанша пісіру керек. Сонда тез піседі. Менде 15 минут қана тұрды. Міне енді осылай картоп қосамын. Картопты қалағандарыңызша турасаңыз болады. Мен осылай тез пісу үшін кішкене жұқалау етіп турадым. Енді осын салып, бұны да қосып қуырамыз. Мынау картопты қуырған кезде өзі андай түбіне жабыс бастайды ғой картоп. Міне қараңыздар, түбіне жабысыңқырап тұр. Осылай 3-4 минуттай қуырып алғаннан кейін үстінен тағы да су құямыз. Суды бұл жолы аздау құямыз. Бірінші құйғаннан жартысының ғана. Міне осылай қатты қайнап тұр ғой қазір. Енді өте баяу отқа қойып, қазанның бетін толықтай жауып, картопы піскенше күтеміз. Міне тағамыз пісіп шықты. Өте оңай, дайындалуы тез, еттерде жұмсақ болып пісіп шықты. Тек бір ғана құпиясы маринадында ұзақ тұрса, осылай тез пісетін болады. Бұл тағамның қасына кез келген гарнир қоссаңыз болады, күріш, гречка сияқты. Ал құрметті көрермендер, осымен кешкі асымыз дайын. Мына жоғарыда тұрған менің инстаграм парақшам, оған да тіркеліп кетіңіз, себебі күнделікті стористер, рецептермен бөлісемін. Сіздермен бірге болған Үрбіш Әмірқызы.